қазақ хандығы деп атаймыз, бірақ қазақ хандығы деген бұл неологизм. Тарихи қазақтар өздерінің өзі қазақ хандығы деген жоқ ешқашан. Қазақтар мысалы 20 ғасырдың басына дейін өзін өзі өзбек деп есептеген. Не ислам дінін қабылдайсың, не кетесің деген. Көне түріктер, қыпшақтар, ол да біздің тарихымыз. Бірақ қазақ осы алтын орда кезінде қазақ болды. Батыс тәуелді болған Болгария, толығымен қол астында болған Молдавия, шығыста Ертіске дейін. Орда деген кәдімгі ханның астанасы, бұл кәдімгі мына басқару аппараты. Жанында саудагерлер, әлгі бүкіл әлгі қолөнершілер, бәрі ханмен бірге көшіп жүрсе орда базар дейді. 4 ру әр ұлыста. Соның бәрін көбейткенде 92 ру болып шығады. Иранды басып алу идеясы, Бағдат халифасына қарсы соғыс жүргізу идеясы. Қазақстан Республикасын сол жошы ұлысы, соның заңды мұрагері санап солай позиция жасай аламыз ба? Қайырлы күн. Сіздің эфиріңізде, мониторыңызда Қаламқаст бағдарламасы. Бұл Қалам Глобал жобасының бағдарламасы. Менің есімім Димаш Зиядин. Бүгінгі біздің қонағымыз тарих ғылымдарының докторы, профессор Еркін Әбіл мырза. Еркін аға, қайырлы күн, қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Еркін аға, сізбен бүгін осы 1 сағаттың шамасында уақытымыз жеткенше жошы ұлысы туралы сөйлесек. Жалпы әлгі интернетке теріп кеп қалсаң, жошы ұлысы немесе алтын орда деп шығады ақпарат. Осы екеуі бұл бір мемлекет па, жоқ әлде бірінен біріне ұласып кеткен түсініктер ме? Осы бір ара жігін айтып бересіз бе, ең әуелі? Бізде енді жошы ұлысы осы 8 ғасырлық тарихы бар деп айта бастаған кезде сұра бастады ғой. Шатаса бастадық, 750 жыл әлгі алтын орданың деп айтып едік. Енді 8 ғасыр жошы ұлысы бір-бірімен қалай сәйкес келеді деп осы ұғымдар. Ұлық ұлыс деген түсінік тағы бар. Сосын мына жошы ұлысы деген бұл кішкене кеңірек түсінік. Алтын ордамен салыстырғанда кішкене кеңірек. Бұл енді жошының есіммен байланысты. Жошы білеміз, Шыңғыс ханның үлкен баласы. Соған берілген үлесі мына. Ұлыс деген сөз бен үлес деген сөздің өзі этимологиялық байланысы бар. Бұл кәдімгі жошы ханның берген сол бір бөлігі мемлекетінің. Сондықтан жошы ұлысының өзі бірнеше мына эволюциясында бірнеше сондай кезеңі болған. Ең алдымен, ең басында жошының ұлысы сол әлгі қазіргі Монғолия территориясының батыс жағында болған, ең басында берілген. Мына орман халықтары деп деректерде аталған. Қазіргі мына Алтай таулары, оңтүстік Сібір, сол жерді мекендеген халықтар. Солар берілген басында. Оның бір бөлігі мына Қазақстанның шығыс, Қазақстанның Алтай, Ертістің жоғарғы ағысы, ол да сол ең алғашқы жошы ұлысының территориясында кірген. Одан кейін тарихты білеміз, Шыңғыс хан әскері Қазақстан жеріне келеді, қыпшақтармен соғысады, Хорезм мемлекетімен соғысады да қазіргі Қазақстан территориясын басып алады. Сол бізге байланысты жошы ұлысы осы Хорезмге қарсы соғыс кезінде пайда болады. 1224 жылы. Бұл жеке мемлекет емес, кәдімгі мына ұлы Моңғол империясының бір бөлігі ретінде. Шыңғыс хан үлкен баласына береді де, батысқа дейін, қай жерге дейін әскеріміз жетеді, соның бәрі осы жошының қол астында болады деп, сондай әйтеуір мына дерекке сондай мағлұмат кірді. Сондықтан осында екінші мына жошы ұлысының мына екінші формасы дейік, екінші түрі. Ал енді мына бүкіл жорықтар аяқталып, мемлекет қалыптасып қалды 30-40 жылдары, 13 ғасырдың. Жошы хан өзі жоқ, қайтыс болды. Бату хан қол астында осы мемлекеттік құрылым қалыптасады. Бірақ ол әлі ұлы Моңғол империясының бір бөлігі ретінде. Басынан бастап енді Моңғол империясын білеміз, Шыңғыс хан империясы бұл әлемдегі ең үлкен империя. Ондай территорияны қазірдің өзінде басқару қиын.
Ол кезде қазіргі біздің әлгі коммуникация құралдары болмаған кезде тіпті мына бәрін Қарақорымнан немесе одан кейін мына қазіргі Бейжіңге көшет Астана. Ол жерден басқару мүмкін болған жоқ. Сондықтан басынан бастап мына жошы ұлысы жартылай өзі сондай тәуелсіз құрылымға айнала бастады. Оған мына саясатта байланысты болды. Себебі басынан бастап мына Шыңғысханнан кейін Бату бүкіл мына ханзалардың ішінде, Шыңғысханның ұрпақтарының ішінде ең беделді, ол ресми түрде аға деген титулдың иесі болды. Сондықтан бүкіл Моңғол империясының сол кездегі бүкіл ханзадалар оған бағынатын болған. Ол ұлы хан болған жоқ, немесе Хақан деп аталатын. Бірақ аға деген ресми оның статусы болды. Ең арасындағы ең беделді, ең жасы үлкен сондай болды. Одан кейін ол кәдімгі мына інісімен бірге, Берке ханмен бірге мына орталық саясатқа әсер етуге тырысқан. Мөңкені өзі отырғызды. Мысалы, Берке хан кәдімгі құрылтайға барып, әлгі ханзадаға жиналған жерге өзінің мұсылмандардан жасақталған корпусымен бірге келіп, Мөңке ханды отырғызды таққа. Ол кезде жас Берке хан. Оны кәдімгі Жошы хан кезінде әдейі мұсылмандықта тәрбиелеген. Ол мына Хорезмшахтың қызынан туған бала. Оның бүкіл нағашылары мұсылман. Жошы хан әдейі ертең бүкіл мына менің елімдегі мұсылмандардың билеушісі болады деп, соны мұсылмандықта тәрбиелеген Беркені. Кәдімгі сол әлгі үлкен сол құрылтай болған жерге ол өзінің сол мұсылман корпусымен келіп, сол Бату хан айтқан адамды отырғызды таққа. Сондықтан Бату хан кезінде кәдімгі мына бүкіл Моңғол империясының бір басқару орталығының бірі осы жошылысы болды. Бату хан мен Берке хан кезінде. Де факто. Соған әсер етті. Бірақ ана орталық билік, сол жердегі саяси элита оған қарсы басынан бастап шыға бастады. Сондықтан мына екі батыс пен шығыстың арасында сондай кішкене мына саяси арақашықтық басынан бастап пайда бола бастады. Сосын әртүрлі мына саяси ұстанымдар да әртүрлі болды. Бату хан басынан бастап, мына жошы да басынан бастап негізгі мына дүниежүзілік империяны құруға қарсы болды. Шыңғысханның негізгі басында бастаған идеясы Шыңғысханның ол көшпелі халықтарды біріктіру. Мына кигіз үйде тұратындарды біріктіру, көшпелі халықтарды біріктіру, бұрынғы әлгі Ұлы Дала империясын қалпына келтіру. Түрк империясын қалпына келтіру. Енді ондай атпен емес. Оны да қазір біз әлгі Түрк империясы дейміз. Сол әлгі бүкіл көшпелілерді біріктіріп, кигіз үйде тұратындар бәрі бір мемлекетте болу керек деп, Ұлы Дала империясын құру. Ал енді оның немерелері одан әрі мына әлемдік империя құрғысы келді. Сондықтан Қытайға қарсы соғыстар басталды. Ар жағында Бирмаға дейін, бер жағында Иранды басып алу идеясы, Бағдат халифасына қарсы соғыс жүргізу империя идеясы. Жалпы мына ұлы ұлыстың билеушілері жошыдан бастап оған қарсы болды. Ең алғашқы конфликт балаларының арасында болды, әлгі Хорезмге қарсы соғыс болған кезде. Жошы мен Шағатай арасында. Негізгі идеясы мына басып алған жерлерді енді дамыту. Жошы да, Бату да, Берке де осы ұстанымда болды. Сондықтан Берке мысалы Бағдат халифасына қарсы соғысқа қарсы болды. Жалпы Моңғол империясы саясаты оны басып алу, Берке оған қарсы болды. Кәдімгі оларда соғысқа дейін нетіп қалды жағдай. Бәрібір мәжбүр болды оған қатысуға. Бірақ дәл әлгі соғыс болып жатқан кезде арасында қайшылық басталды да Хулагу үш ханзаданы өлтіреді.
Жошының ұрпақтарын, сол әскерде болған. Сонда ана Жош ұлысының әскері жалпы моңғол әскерінде болған. Бір бөлігі қайтадан неге кетеді, далаға кетеді, бір бөлігі бара алмаған, неге Мысырға кетеді де мына түрік мамлюктеріне қосылады. Ондай да болды. Бір бөлігі қазір Ауғанстанда қалған Хазара. Солар ұрпақтары, сол жошы әскерінің сол әлгі Иранға қарсы жорығында солай бөлініп кеткен. Сол басынан бастап мына ресми түрде бір мемлекет болып есептелсе де, арасында мына Хулагу империясы мен жошы ұлысының арасында кәдімгі соғыс басталады. Ресми түрде ол бір мемлекет, бірақ араларында сондай соғыс басталады. Осындай жағдай мына біздің әлгі білетін талас құрылтайына дейін солай созылды 1269 жылға дейін. Сосын мына Жетісуда сондай соғыс басталды. Бір билеушілері орталықта да араларында азамат соғысы басталды да, біреулері Хубилайды қолдады, неге толығымен әлгі Қытайға, солтүстік Қытайға кеткен. Біреулері сол әлгі бұрынғы дәстүрлі әлгі дала дәстүрлерін сақтау керек деп Қарақұрымда қалғандар. Солардың арасында соғыс басталды да, мына жошы ұлысының хандары сол әлгі біреуін қолдап, біреуіне қарсы шығып, аяғында сол соғыстың нәтижесі сол талас құрылтайында сол империяны үшке бөлумен аяқталды аяғында. Сосын сондықтан кейбір жерлерде, мысалы кейбір деректерде жошы ұлысын солтүстік империясы деп атайды. Ал енді жошы ұлысының хандарын солтүстік империяның императорлары дейді. Император Севера деген бар. Ол деген сөз, оңтүстік империясы ол Хулагу империясы, Иранда болған. Ал енді шығыс империя деген Юань империясы, ол әлгі қазіргі Монғолия мен Қытай территориясы. Шығыс императоры, солтүстік императоры, оңтүстік императоры. Сосын енді халықтың көбі қыпшақ тілінде сөйлегесін, Қыпшақ хандығы деген тағы бір кейбір кезде, кейбір деректерде кездеседі. Батыс деректерінде Кумания дейді, Дешті Қыпшақ деп атайды сол жошы ұлысын. Кипчакское царство деген бар. Сол әлгі қыпшақтармен байланыстырып, халқында сол дәстүрмен Қыпшақ деп атайды. Оның енді Қыпшақ деген бірақ, ол кезде бірақ руы, жалпы Қыпшақ деген атау жоғалып кетеді ол кезде. Бірақ деректерде оны солай әлгі дәстүрмен Дешті Қыпшақ, Қыпшақ хандығы деп атай береді. Өздері деректерде мына Тоқтамыс хан кезінде жазылған өзінің дерегінде, өз әлгі құжаттарында ұлы ұлыс деген түсінік бар. Ұлы ұлыс. Енді ұлы ұлыс Шағатай тілінде, жазба түркі тілінде. Ол бірақ деректерде ол тек қана Тоқтамыс кезінде кездеседі, бірақ оған дейін де болуы мүмкін. Қалыптасқан атау ретінде. Себебі Тоқтамыс жазылғанда бәріне түсінікті болды ғой ол. Мен осындай ордамда ұлы ұлыс не деп, ұлы ұлыстың осындай ордасында жаздым деген несінде бар әлгі оның хаттарында. Сондықтан өзі сол ол мемлекет сол ұлы ұлыс деп атады деп есептейміз біз. 14-ші ғасырда бұл дәлелденген. Сосын оны билеушілердің атымен Өзбек ұлысы, Бату ұлысы, Берке ұлысы деген сол ол хандар болмаған кезде де одан кейін бір 50-60 жыл солай атап жүрді. Өзбектен кейін мысалы Өзбек ұлысы деп мына қазақ хандығына дейін атап жүрді Өзбек ұлысы деп. Жошы ұлысы деген сияқты. Жошы ұлысы деген сөз ғой. Мына Дәшті Қыпшақ деген сөз мысалы Қырым хандығына дейін сақталып қалды ресми аталуында. Адырап бөлініп кеткеннен кейін бір жағында мына қазақ хандары өздерін Дәшті Қыпшақ билеушілері деп атады ресми түрде. Екінші жақта Қырым хандары, ұлы орда билеушісі Дәшті Қыпшақ хан деп өзін ресми түрде атады. Бірақ арасында қандай қашықтық жатыр? Екі жақта өздерін мына сол мұрагер деп есептеді сол жошы ұлысының. Сондықтан мына үшінші кәдімгі бұл тәуелсіз
мемлекет. Үшінші формасы. Талас құрылтайынан бастап Ыдырағанға дейін кәдімгі мына үлкен мемлекет. Бұл Алтын Орда осы үшінші формасының синонимі. Жошы ұлысының. Төртінші формасы бөлініп кеткеннен кейін, мына басында Қазан хандығы бөлініп шығады 15 ғасырдың бірінші жартысында. Осындай процесс, ыдырау процесі басталады да, Қазан хандығы бөлініп кетеді 40-шы жылдары 15 ғасырдың. Одан кейін Қырым хандығы бөлініп кетеді. Одан кейін мына сол қолы Қазақстан территориясы, біз Әбілқайыр хандығы дейміз, немесе көшпелі өзбек хандығы дейміз. Ол енді дұрыс емес менің ойымша. Бұл кәдімгі жошы ұлысының сол қолы. Оң қолын әлгі тақ елі дейді. Тақ елі. Тақ елі престольный әлгі тақ тұрған жер деп. Ол кәдімгі мына, оны Ресей деректерінде Большая Орда дейді. Ол еділ бойы. Сосын қай жерде қай хан болсын, ол сол тақ елін басып алуға әрекет жасаған. Бұл символ ғой енді елдің ордасы. Қазіргі мына Ресейдің Саратов облысы, Астрахан облысы және Қазақстанның мына Батыс Қазақстаны. Батыс Қазақстан мен Атырау облыстары. Осы тақ елі. Кәдімгі елдің орталығы. Сондықтан сондай әрекет жасады, бірақ осы 15 ғасырдың ішінде кәдімгі жеке-жеке сондай елдерге айналып кетті. Ең соңғы сондай әрекет жасаған мына біріктіруге Орыс хан болатын. Шығыстан келіп, Сырдан келіп, еділді екі рет тақ елін басып алды. Бірақ бәрібір кетуге өз жеріне мәжбүр болды. Ал енді сол факт мына қазақ хандарына өздерін ұлы ұлыс хандарының мұрагері деп айтуға мүмкіндік берді, құқық берді. Олардың аталары бүкіл ұлы ұлыстың билеушісі болды ғой. Бір емес, екі рет тақта отырды. Сондықтан қазақ хандарды өздерін мына Орыс хан тұқымынан шыққасын өздерін сол бүкіл ұлы ұлыстың, бүкіл жошы ұлысының билеушісі ретінде өздерін бейнелеуге, репрезентациялауға мүмкіндік берді. Сондықтан Тәуке хан мысалы түрік сұлтанына хат жазғанда, мен Дешті Қыпшақ билеушісімін дейді. Құдайға шүкір, мінеки Ташкентті басып алғасын Афрасияп тағына отырдым дейді. Сонда Дешті Қыпшақ пен Тұранның билеушісімін деп Тәуке хан өзін-өзі солай есептеген ресми. Сонда жошы ұлысының кәдімгі мұрагері деп есептеген. Біз қазақ хандығы деп атаймыз, бірақ қазақ хандығы деген бұл неологизм. Мына тарихи қазақтар өздерін өзі қазақ хандығы деген жоқ ешқашан, ондай термин болған жоқ. Біз кинода көрсетеміз ғой, ана қазақ хандығы әлгі сериалы бар ғой. Сонда кәдімгі қазақ ел боламыз деп. 15 ғасырда олай болған жоқ. Олай айтқан жоқ ол ешқашан. Олар өздерін қазақ хандығы деген ол қазіргі біздің беріп тұрған атау. Олар өздері өзін сол жошы ұлысының Дәшті Қыпшақтың билеушісі деп, солай ханы деп, солай деп атаған өздері. Мысалы Қадырғали Жалайырдың кітабында қазақ хандығы деген сөз жоқ. Ол кәдімгі мына қазақ хандарын атайды, бірақ олардың бәрін мұсылман билеушілері дейді, Дәшті Қыпшақ билеушілері дейді, солай атады. Бірақ ол кезде жаңа енді қазақ деген ұлт бар, түсінік бар. Түсінік бар, бірақ ең қызығы мына қазақтар мысалы 20-шы ғасырдың басына дейін өзін-өзі өзбек деп есептеген. Бұл этникалық термин болған жоқ. Бұл кәдімгі мына мәдени тарихи термин болды. Біз дейді, анда неден бастап, Орынбордан бастап Қытайға дейін бәріміз өзбекпіз дейді. Өзбектің ішінде біз қазақпыз дейді. Өзбек деген мына қазақтың дәстүрлі тарихи санасында өзбек деген мына Алтын Орданың халқы. Сондықтан қазақ өзбекке өзін жатқызады, Қарақалпақты жатқызады, Башқұртты жатқызады өзбекке, Ноғайды өзбекке жатқызады. Және қазіргі өзбектің мына руға бөлінетін өзбектер кезінде әлі Мұхаммед Шайбанимен бірге даладан кеткен. Соларды да жатқызады. Өзбектің ішінде әлгі руға бөлінетін өзбектер бар, руға бөлінбейтін өзбектер бар қазір. Сол руға бөлінетін өзбектерді де қазақ
өзінің туысы деп есептеген. Ол да өзбек, сол өзбек өз ағам деп, Иә. сол Өзбектің ішінде мынандай ру. руға бөлінетін өзбектерді сол есептеген. Олар мына 20 ғасырға дейін олай бөлмеген, бұл біз емес деп. Ана кімнің Шәкәрімнің кітабын қарасақ, ол да жазады, ол да біздің өзбек деп жазады. Ол бірақ дейді, енді 20 ғасырдың басы ғой, мына этностар қалыптасып қалған кез. Біз енді ондай әлі анандай қазіргі түсінік жоқ, бірақ бұрынғыдай мына бір этноста емеспіз. Сондықтан ол жазады, ол өзбек дейді, бірақ олар сарт болып кеткен өзбектер дейді. Біз таза өзбек болып қалған өзбекпіз дейді. Ол өзбек шығу тегі немен байланысты, өзбек ханмен? Өзбек деген сөз ол әлеуметтік саяси термин болды. Мына өзбек хан ислам дінін мемлекеттік дін қылды ғой, 14 ғасырдың басында. Сондықтан соны қолдағандар бәрі өзін өзі өзбек деп есептеген. Ол өзбек деген сөздің этимологиясымен де байланысты болды. Өзіне қожа деген сөз, өзіне бек деген сөз. Ол да ұнап қалды. Сондықтан мына мұсылман көшпелі Алтын Орданың халқы өзін өзі өзбек деп есептеген. Сондай өзбек деген атау болған. Бұл этникалық емес. Иә, бұл қазір біз қазіргі өзбек ұлты болып кеттік деген сөз емес. Жоқ. Сосын 92 баулы өзбек деген түсінік пайда болды. Бұл да осындай бір жақсы гипотеза бар. Ана өзбек хан кезінде бір әкімшілік реформа өткізді. Исламдың қабылдағаннан кейін біраз мына ішкі соқтығыстар болды. Оған қарсы болғандар болды. Христиандар бар, буддистер бар, тәңіршілер бар. Мына отырықшы халыққа ешқандай қысым жасаған жоқ. Олар қай дінде қалғысы келеді, солай қалды. Ал енді мына негізгі өзінің халқына көшпелі, ол кәдімгі шарт жасады. Не ислам дінін қабылдайсың, не кетесің деген. Сонда көптеген, мысалы, ислам дінін қабылдамағандар Ресейге келіп, әлгі Ресейдің дворянствосына қосылып кеткендер бар. Олар христиан болғандар, бірақ түріктердің ішінде анандай православный христиан болған жоқ, орыстың ішіндегідей. Бізде мына шығыс шіркеуі деген болған, несторианство дейміз біз. Олардың бір ерекшеліктері көп. Таза орыс христиандары оларды еретик деп есептеген. Бірақ олар барады, кәдімгі ана дінге кіреді, православияға. Басқа жерге қашқандар бар. Қалғандар бәрі мұсылман болды. Одан кейін ол ана бүкіл әлгі бұрынғы төрелерді қуат биліктен. Сосын 23 ұлысқа бөледі елін. Әрбір 23 ұлыстың ішінде 4 ру болады. Әр ұлыста 4 ру. 4 ру әр ұлыста. Соның бәрін көбейткенде 92 ру болып шығады. Сосын 92 баулы өзбек деген содан шықты. Өзбек хан кезіндегі реформа бұл. Одан кейін енді өзгере бастады, бірақ сол кезде сол 92 баулы өзбек деп, оның кейін әртүрлі сол рулардың тізімдері шыға бастады, ол кейін. Сонда 92 баулы Қыпшақ деген сөз болды, 92 баулы өзбек деген сөз болды. Бұның бәрі сонда бір-бірімен синонимдар. Синонимдар сол әлгі өзбек хан кезінде болған ішкі сол саяси жағдайлармен байланысты болды. Сол мына қазіргі кезге дейін сол 92 баулы өзбек деген түсінік қалды. Сол 92 баулы өзбектің мына атауларының мысалы 30-дан астамы қазір қазақта бар. 92-ның 30-дан астамы. Қызық. Енді біз қазіргі бір мемлекеттер арасындағы мұрагерлік белгілі бір деңгейде шартты ұғым ғой. Дегенмен сол территория сол өзгермеген, сол орнында тұр. Бәлгі тектоникалық плиталар қозғалмай. Сол бір мемлекеттен бір мемлекетке өтіп келе жатқан территория ретінде қарастыратын болсақ, қазіргі Қазақстан Республикасын сол жошы ұлысы, одан кейін жаңа сіз айтқан Алтын Орданың соның заңды мұрагері немесе мұрагерлерінің бірі ретінде санап солай позиция жасай аламыз ғой? Әрине. Біз неге мына жошы ұлысын солай ерекше шығарып жатырмыз?
Себебі Берке ханнан бастап, енді Берке хан екінші билеушісі ғой, Иә. іс жүзінде. Ана Сартақұлақшы бар, олар 1 жылдан ғана болды. Берке ханнан бастап, Өзбек хан енді ол процесті аяқтады. Бізде қазіргі біздің мәдениетіміз қалыптаса бастады. Мына түркі мұсылман. Оған дейін де олар да біздің бабаларымыз, мысалы көне түріктер, қыпшақтар, ол да біздің тарихымыз. Бірақ қазақ осы алтын орда кезінде қазақ болды. Біздің қазіргі білетін бүкіл мәдениетіміз қалыптасу, аяқталу кезеңі осы жошы ұлысының аумағында. Сондықтан жошы ұлысы бізге ерекше сондай. Біздің қазір қай мысалы неміз бар, мәдениетіміздің қай бір белгісі, деталі, қыры, белгісі, символы бар, оның бәрі сол жошы ұлысы кезінде қалыптасты. Қалыптасу, аяқталу өзі мына кәдімгі жошы ұлысы кезінде. Сондықтан мына жошы ұлысы қазақтың дәстүрлі тарихи санасында да ерекше орын алады. Біз Алашаханды Шыңғысханмен байланыстырамыз, мысалы Ақсақ Құлан, сол бәріміз домбыра, сол әлгі кіммен байланысты, Жошы ханның өлімімен байланысты. Кетбұға жырау, бәрі де сол айналып келеді де соған келеді. Біз ана білеміз бұрынғы мысалы кезең жөнінде. Сол Құдайберді оның кітабында бар. Бұрын біз ұйғыр болдық дейді. Ұйғыр деген ол да қазіргі ұйғыр емес. Құдайбердіұлы жазған кезде әлі Малов әлгі конференция өткізіп ұйғыр деген атты сұнған жоқ қазіргі ұйғырларға. Ол 20-шы жыл болған дүние. Оның шәкәрімнің ұйғыр деген ол көне түріктер. Сондықтан ол айтады, біздің бабамыз дейді, ұйғырлар дейді. Ал енді біз бірақ өзбекпіз дейді. Сонда бұл кәдімгі көне түрік кезеңі, ұйғыр кезеңі және өзбек кезеңі, бұл біздің дәстүрлі санамызда өзбек кезеңі, бұл алтын орда кезеңі. Сондықтан кәдімгі мына қазақ хандығы ол жошы ұлысы, соның жалғасы. Соңғы жошы ұлысының соңғы билеушісі Кенесары хан. Ол кәдімгі өзін-өзі солай түсінді. Мына бүкіл саяси біздің дәстүрде солай созылып келеді, кәдімгі жошы ұлысының соңғы билеушісі Кенесары хан деп біз толық айта аламыз. Ол кәдімгі біздің тарихымыз. Жалғыз айырмашылық қазақ хандығы мен алтын орданың. Алтын орда классикалық империя болды. Ал енді қазақ хандығы бұл империя емес, империя идеясынан бас тартқан. Айырмашылық сонда бізде. Айырмашылық сонда. Сондықтан бұл кәдімгі біз тікелей мұрагеріміз. Тек қана қазақты жалғыз мұрагер деп айтуға болмайды. Себебі жаңағы айтып кеткендей өзіміз де енді өзбектің қатарына башқұрттарды кіргіздік, татарларды кіргіздік көшпелі. Ноғайды кіргіздік, мысалы. Қарақалпақты кіргіздік. Сондықтан олар да мұрагерлер. Бірақ мен бүкіл жерде айтып жүрмін, осы халықтардың ішінде тәуелсіз мемлекет тек қана қазақта бар. Сондықтан тәуелсіз мемлекеттердің ішінде жалғыз мұрагер Қазақстан. Бұл енді мақтаныш емес, бұл біз үшін жауапкершілік үлкен. Себебі бізде мүмкіндік бар зерттеуге, осы біріктіруге зерттеушілерді. Сондықтан бұл кәдімгі біз жалғыз сондай тәуелсіз ел болғасын, бұл біздің тарихшыларымызға ерекше бір жауапкершілік. Оны зерттеу керек. Ешқашан әлгі біздің татар бауырларымыз жақсы зерттеп жатыр. Бұл бір таластың негізі болмау керек. Керісінше біріктіретін фактор. Керісінше бірігіп бірге соны зерттеу керек. Кезінде біз Қарақалпақ пен Ноғаймен бір халық болдық, расында да. Ол деген сөз әлгі кейбір біздің зерттеушілерде бар, едіге қазақтың батыры деген. Оны олай бөлуге болмайды. Мына жырдағы едіге, мына кейіпкер ретінде, персонаж ретінде, ол әрине қазақ, сол едігенің қазақ версиясының кейіпкер ретінде қазақтың батыры. Ал енді тарихи едіге, ол бәрімізге ортақ тарихи тұлға.
Дәл сондай ортақ тарихи тұлғалар көп бізде. Мгм. Сондықтан кейбір кезде маған ұнамайды біздің қазақтар, ол қазақтың жыры болғасын, ол қазақтың батыры деген ол Мгм. кішкене дұрыс емес. Бұл мына этноцентризм бізге кеңес заманында келді. Осындай. Мына қазақтың тарихы, мына қарақалпақтың тарихы, мына башқұрттың тарихы деп. Ол кезде бізге солай өзі әрбір мына саяси құрылымда Мгм. республика, автономиялық республика өзінің жеке тарихы болу керек. Сондықтан әрбір халықтың, кеңес халқының өзінің жалғыз сондай арғы атасы болу керек деген Мгм. ұғым болды да, мына қазақтікі ақ орда болсын, қарақалпақтардікі әлгі кімдер болсын, әлгі черный клобуки мысалы, ол түпті миф ол. Ноғайдікі әлгі Ноғай ордасы болсын деп, солай әлгі өзбектерге сосын әлгі ойланып көшпелі өзбек хандығын берді. Олар 91 жылдан кейін жоқ, біз ақсақ темірді аламыз деп. Иә. Ол жалпы ол дұрыс емес. Себебі халықтар бірікті, Ажырады, бөлінді, көшті, араласты бір-бірімен. Сондықтан бір әлгі мынау осылардың атасы, мынау осылардың атасы деп нақты айту мүмкін емес бүгін. Бірақ бір түптен шықтық. Иә. Ана көне заманнан бастап қарасақ түрік, бертінде қарасақ мына Алтын Орда кезінен сол әлгі 92 баулы өзбек Алтын Орданың халыққа көшпелі. Мгм. Бұл жаңағы тайпалардың, рулардың атаулары келтіріліп жатыр. Сіз айтып отырған жаңа 30-дан астам атау қазіргі қазақтың ішінде жүр дедіңіз. Сол кезде қазақ деген атау қандай контекстте кездеседі? Кездесе ме жалпы? Кездеседі. Қазақ деген атау 13-ші ғасырдан бастап кездеседі, бірақ ол мына соңғы кезге дейін әлеуметтік термин болды. Қазақ деген мына Алтын Орда кезінде, ол ұлыс кезінде, ол сол әлгі әлеуметтік топтар өз руынан шығып кеткен, Иә. немесе өзінің мына ұлысынан шығып кеткен, билеушісінен кетіп қалған, соны қазақ деп атаған. Ана Мұхаммед Шайбани мысалы тағынан айырылып қалып, атасының тағынан, ана Әбілқайыр хан қайтыс болғаннан кейін жан жақтан әлгі жаулар келеді ғой. Bir жағынан екі қазақ сұлтаны Жәнібек пен Керей, бір жағынан ана Сібірдің ханы Ибрагим Ибақ хан дейді. Bir жағынан кімнің әлгі Едігенің немерелері Мұса Жаңбыршы. Сосын Мұхаммед Шайбани жас ол кезде қашады ордасынан. Иә. Сол өзінің Шайбанинаме кітабында жазады, менің қазақ болған кезім дейді. 3 жыл барып әлгі Астраханның ханына барады. Туысы, жақын туысы, сосын қайтадан далаға кетеді, әскер жинайды. Сол өзі жазады, бұл менің қазақ болған кезім дейді, қазақламақ кез дейді. Сонда қазақламақ деген термин болды. Өз ұлысынан кетіп қалып, сондай әлгі еркін өмір сүріп, әскери сондай елінен, әлгі ауылынан кетіп қалған, сондай қазақтық жасаған кез дейді. Мына ноғайларда бүгінгі күнге дейін қазақ деген сөз, ол жас жігіттер, сондай әлгі батырлар дейді. Батырлар жырын ол ноғайлар мысалы қазақ жырлары дейді. Ол жерде ұлттың атын айтып тұрған жоқ. Ұлттың аты емес, бұл әлеуметтік топ. Әлеуметтік топ. Осындай түсінік мына соңғы кезге дейін қалыптасып жүрді. Сондықтан мысалы кімді Керей мен Жәнібекті де қазақ хандар деп атап кетті. Олар Әбілқайырға қарсы шығады да ордасынан кетіп қалады ғой. Иә, бүлігіп. Басқа елге кетіп қалады, ол енді ол кезде Моғолстан ол басқа мемлекет қой. Сол шекараға барып, кәдімгі әлгі қазақтап жүрген кезі, сондықтан ол қазақ хандары дейді, қазақ сұлтандары дейді. Сұлтан, бірақ қазақ болып жүрген сұлтандар. Сосын оларға қосыла бастаған халықты да сырттан қазақ деп ата бастады. Өзбек қазақ дейді. Сол өзбектің қазақтары деген сөз ғой. Қазақтап жүрген. Қайтадан келгесін сол әлгі қазақ хандары деген түсінік қалыптасып қалған ана деректерде. Сосын оларды қазақ әулеті, қазақ хандары деп сырттан солай атап жүрді. Ал енді мына қазақ өздері, қазақ деген сөз бұл еркін, мына бас бостандығы бар, құл қазаққа жатпайды мысалы. Кәдімгі
еркін көшпелі шаруашылық жүргізетін адам. Ол өзін өзі қазақ деп жүрген. Сұлтандарды мысалы 19 ғасырға дейін қазақ десең, кәдімгі олар өкпелейді, мен қазақ емеспін, мен төремін деп. Қазақ деген себебі ол қара сүйек. Ана руға бөлінетін сондай. Сондықтан біз мысалы төрелер енді біз 18 ғасырда этнос болып қалыптасып қалдық қой. Сондықтан төрелер мысалы қазақ деген сөздің орнына алаш деген сөзді пайдаланатын жөн көрді. 6 алаш, 3 алаш, ол алаш деген сөзді біз мына Қадырғали Жылайырдың кітабында кездестіреміз. Алаш мыңы дейді ол. Мына Орыс ханның әскерін Орыс ханнан бастап, ол Орыс ханның әскерінің бір бөлігі алаш мыңы болды дейді. Сол алаш деген сөз сол кезден бастап қалыптаса бастайды. Ал енді 19 ғасырдың соңында біздің интеллигенция бәріміз мына ұлттық атауымыз алаш болсын дейді. Біз енді 6 алаш деген сөз сол бұрыннан бастап келе жатыр ғой. Бұл кәдімгі саяси. Ана қазақ деген сөз әлеуметтік болса, өзбек деген сөз мына мәдени, сондай тарихи болса, алаш деген сөз ол кәдімгі саяси. Қазақ ханның қол астындағы адамдар алаш. Сондықтан Бөкейханов мысалы біз ұлтымызды этнос ретінде емес, ұлт ретінде алаш деп атайық деп сондай ұсыныс береді. Маған мысалы ұнайды. Қазақстандық деген сөзден гөрі маған алаш деген сөз көбірек ұнайды. Жақынырақ. Алаш деген бұл этникалық емес. Алаш деген бұл саяси. Қазақ хандығының азаматтары деген сөз. Алаш. Сондықтан сол алаш деген термин бізде 19 ғасырдан бастап сол ұлттық атау ретінде қалыптасты. Ал енді қазақ деген солай қалды. Біз енді 17 ғасырдан бастап өзімізді этникалық жақтан қазақ деп атап жүрміз деп айтуға болады. Мына санамызда өзбек деген атау қалды, кеткен жоқ ол. Бірақ біз біртіндеп сол қарапайым сөзде бір-бірімізді қазақ деп ата бастадық. Жаңа сіз Ақорда деп айтып қалдыңыз. Бұл жерде әлгі бір алдыңа картаны алып отырып, оқулықты алып отырып, сызып отырып, жаңағы бір түсінуге тырыспасаң, тез шатасасың да. Осы тұрғыдан алған кезде жаңа Ақорда, Көкорда дегендер туралы айтып бересіз бе? Бұл қалай өзі, бұның қандай қатысы бар? Бұл бір жай бір түсініктер ме, әкімшілік, ресурстық, географиялық, жолы бұл кәдімгі бір мемлекет ішіне мемлекет сияқты ұғымдар ма? Мына шығыс деректер, жазба деректер бізді әбден шатастырды. Осы Ақорда, Көкорда деп. Және де орыс деректері орда деген сөзді пайдаланған кезде түсініксіз қандай ұғымда пайдаланған. Сондықтан бұлай да айтуға болады. Бірақ енді біз өзіміздің тілімізді жақсы білеміз ғой өзіміз. Орда деген бізде ол орталық. Орда деген кәдімгі ханның мына астанасы. Орда деген бұл тек қана әлгі оның отырған тағы емес. Орда деген бұл кәдімгі мына басқару аппараты оның жанында болған. Оны орда дейді. Көшіп жүрсе орда базар дейді оны. Жалғыз әлгі тек қана әкімшілік несі болмаса, жанында саудагерлер, әлгі бүкіл әлгі қолөнершілер, бәрі ханмен бірге көшіп жүрсе орда базар дейді. Әбілқайырдың орда базары дейді мысалы. Ол анда көшет, мұнда көшет, орда базарымен мына жерге келді деп жазады мысалы. Сондықтан орда деген бұл орталық. Орыстар мысалы, орыстарда түсініксіз жылнамаларында. Поехал в Орду дейді. Ол сол мемлекетке кетті ме, немесе ханның ордасына кетті ме түсініксіз. Сондықтан оны былай да пайдаланды. Золотая Орда дейді мысалы. Золотая Орда деген түсінік, Алтын Орда деген түсінік, ол мемлекет адырап біткеннен кейін пайда болды. Ол кейін, ол мемлекет болмаған кезде де ғана 16 ғасырда ғана кездеседі. Олар өздерін біз Алтын Ордамыз деп атамаған. Алтын Орда деген сөз зерттеушілердің көбі айтады, кәдімгі мына хандардың алтыннан соққан кигіз үйі дейді. Ана керегесі, оқтары алтыннан немесе алтынмен қапталған, немесе алтыннан соғылған, әлі дауласып жүр қалай болған. Сол алтын үйін Алтын Орда деп атады дейді. Бату ханның Алтын Ордасы болды, Өзбек ханның Алтын Ордасы болды мысалы. Сол әлгі Золотая Орда деген сөз, Golden Horde әлгі Алтын Орда деген сөз содан пайда болды деп қазір сондай не бар, гипотеза бар.
Ал енді оның батыста орналасты, шығыста орналасты деген ол кейін пайда болған, себебі мына сол қолдың хандары, орыс хан, Тоқтамыс мысалы, орыс хан, оларды сол қол ханзадалар деп атап жүрді. Олар Тоқа Темірдің ұрпақтары, Сыбанның ұрпақтары. Олар 14 ғасырдан бастап ана неде орталық билікті қолына ала бастады, шығыстан келіп. Ақ орда деген ол үлкен орда деген сөз. Басты орда. Жаңа айтып кеткендей бір жерден басқару мүмкін емес, сосын мәжбүр болды ана шығыста Қазақстан территориясында оларға автономия беруге. Орда ұрпақтарына, мысалы, орда ежен ұрпақтарына. Олардың өздерінің ордасы болды, мысалы. Сосын олар мына шығыста басып алғасын, Ақ орданы басып алады олар. Ақ орданың тағына отырады. Сосын шатастырып, әлгі Ақ орда деген сөзді сол шығысқа пайдалана бастады. Сырттағы хронографтар, сырттағы жылнамашылар, сырттан жазатындар. Көбі түсінбегендер мына араб тілдес, иран тілдес, Европа тілдес. Орда деген сөзді мемлекет ретінде пайдалана бастады. Сосын бізде солай қалыптасып қалған. Оған бәрін реттеп дұрыстау керек. Бірақ енді орда деген сөз ол бүкіл нелерде, бүкіл әлгі сөздіктерде, бүкіл жерде бар, өзімізді білеміз. Бүгінгі күнге дейін орда деген бұл орталық, бұл мемлекет емес. Енді осы Жоңшол, осы Алтын Орда кемеліне келіп, бір қуаты тасып, ең бір гүлденіп тұрған, дәуірлеп тұрған кезеңінде аумағы қай жерлерді алып жатты? Оңтүстігі, шығысы, батысы, солтүстігі? Енді батыс тәуелді болған Болгария, Алтын Ордаға. Толығымен қол астында болған Молдавия, оны Ұлақ ұлысы дейді деректерде. Валахия деген сөз. Ұлақ. Көп жерде біз кездестіреміз. Шығыста Ертіске дейін, Қара Ертіске дейін. Ар жағы бізде деректер өте аз. Бірақ сол әлгі қырғыздармен шекаралас болды деп айтады. Ол қазіргі қырғыздар емес, Алатаудың. Ол Алтайдың қырғыздары. Алтайдың қырғыздары сол әлгі қазіргі шығыс Қазақстан территориясында шығыс несі болды деп айтуға болады. Енді оңтүстік шекарасын алсақ, бұл жерде кәдімгі дау болды. Мына Жошы ұлысы мен Шағатай ұлысының арасында кәдімгі дау болды. Себебі кезінде Шыңғыс хан мына Мавераннахр территориясының кейбір жерлерін Жошы ханға берді. Термез мысалы, сол басқа территориялар. Олар және де мына енді Хулагу әскеріне қосып әскер берді ғой, Иранды басып алу үшін. Сондықтан Әзірбайжанда Жошы ұлысының билеушілері Жошы ұлысының территориясы деп есептеді. Және де 5-тен 20% сол жерден жиналған салықтар да Жошы ұлысына баруға тиістеді. Олар әскер берді ғой. Бірақ басынан бастап сол араларында бір дау басталды, аяғында Жошы ұлысының қол астында тек қана Хорезм мен Түркістан қалды. Түркістан қазіргі біздің мына оңтүстік Қазақстан. Осы территориялар мына оңтүстік шекарасы деп есептеуге болады. Жетісуда о жерде де кейбір карталарды көрсетеді, Балқаш толығымен әлгі неге кіреді деп, Моғолстанға немесе Шағатай ұлысына. Ол кішкене дұрыс емес, себебі Жетісуды да Жошы ханның ұрпақтары өзінің жері деп есептеген. Себебі алғашқы Жошы ханның орталығы сол шығыс Қазақстан Жетісу жерінде болған. Сондықтан Жетісудың да көп бөлігін Жошы ұлысы өзінің территориясы деп есептеген. Бұл енді сондай әлгі даулы территориялардың бірі деп айтуға болады Жетісуда. Сондықтан қазіргі мысалы қырғыздар, олар да Алтын Орданың тарихымен байланысты. Себебі мына Манасты қарасаңыз, ол жерде Манастың өзінің шығу тегі Ноғай.
қыпшақ, қарқара қыпшағы дейді. Және де ана ескі нұсқаларын көрсек, Манастың, ол жерде ол кәдімгі әлгі кейіпкерлер ішінде Тоқтамыс, сон Алтын Орданың билеушілері. Моғолстан билеушілері де бар арасында, бірақ Тоқтамыстың айтуының өзі сол немен байланысты. Сондықтан мына бұл енді бірақ Алатау қырғыздары емес, сол әлгі Алтай қырғыздары деп есептеймін мен. Сол қазіргі Ертіс, Қара Ертіс сол маңында тұрған. Сол жерге дейін Алтын Орданың билігі жетті деп айтуға болады. Немесе қазіргі мына солтүстік Жетісу. Солтүстікте қай жаққа дейін? Ол жерде енді нақты айту қиын, ана орманға кетеді ғой шекара. Олардан олар салық жинаған. Енді ең солтүстік біз енді дәлелделген пункттер ол әлгі қашылық, қышлық, қысқы немесе Искер деп айтатын ескі жер, Тобольск қаласы қазіргі. Искер қаласы. Ең солтүстігі. Одан әрі ол қай территорияға билігі жүрген біз айта алмаймыз, бірақ ол жерден олар кәдімгі әлгі салық жинағанын білеміз. Енді экономикасына келейікші. Бұл сондай сіз айтқан империя деңгейіндегі мемлекет болса, бұл белгілі бір енді жүйе болғаны анық қой. Салық жинау, тауар айналымы, тағы басқа жаңағы ақша соғу деген сияқты. Осы тұрғыдан алып қараған кезде Алтын Орданың, осы жошы ұлысының сол кездегі адамзат өркениетіне, тіпті мүмкін қазіргі адамзат өркениетіне бір қалдырған бір жаңалықтары, бір берген жаңа дүниесі, сондай құбылыстар бар ма? Бұл енді экономиканың негізі, ол мал шаруашылығы. Оны шынын айтайық, ол кәдімгі мал шаруашылығы, бұл экономиканың негізі болды. Халықтың көбі, өзінің халқының көбі сол бұрынғы жартылай көшпелі, таза көшпелі емес, өзі көшпелі деген сөздің өзі қазір шартты. Сол жартылай көшпелі шаруашылықпен айналысып жүрді. Бірақ мемлекеттің бюджетінің негізі сауда болды. Ана көшпелі халықтан салған салық бар оларға, бірақ ол жалпы малының 1%-ын төлеу керек. 1%-ын. Саудаға басында 10% болып салды да, бірақ кейін 3%-ға дейін мына айналымының, товар айналымының 3% болды салық. Сол бүкіл мемлекеттік бюджет Алтын Орданың сол 3%-ға байып тұрды. Себебі олардың не істеді олар? Олар біріншіден ішкі әлгі кедендерді жойды. Мына бүкіл неден бастап, әлгі Қырымнан бастап, негізгі сауда орталығы, байланыс орталығы Европа мен Қырым болды. Қырымнан бастап Қытайға дейін шекара болмады. Салықтық шекара болмады. Ол біріншіден. Сондықтан мына сауда айналымы сол Алтын Орда кезінде керемет дамып, кәдімгі сол 3%-ға олар өте жақсы өмір сүрді. Қосымша қандай, мына өз деректерде сондай бар. Олар кірген кезде арнайы құжат береді, таңба қойып, оны таңба деп солай атады. Сол жерде сен кіріп, мысалы Қырымға кіріп, сол жерде әлгі 3%-ың төледің, соған саған қағаз береді, сол деректерде бар. Сол қағазбен Қытайға дейін жүрі бересің дейді. Сол әлгі таңбамен Қырымнан кіріп, Қытайға дейін жүре бересің дейді. Ешкім саған сөз айтпайды дейді. Сол әлгі қағазыңды көрсетеді, таңба салынған. Сонымен жүре бересің дейді. Сосын жаңалық болған, мына Европада бұрын болмаған, ол Қытайдан келген қағаз ақша. Қағаз ақша, бұл енді мына нақты дәл әлгі тек қана Алтын Орданың жалғыз сондай жаңалық деп айтуға болмайды, жалпы мына Моңғол империясының. Бірақ ол кейбір жерде жақсы дамыды, кейбір жерде онша емес. Шағатай ұлысында мысалы
ондай әрекет жасап еді, бірақ билеушілері кішкене әлгі экономикалық заңдылықтарын түсінбей, кім көп қағаз ақша шығарды да оған сенім болмай, аяғында сол көтеріліспен аяқталып, сол қағаз ақшасын ешкім алмай қойды. Бұл экономикалық заңдылықтарды түсінбегені. Бірақ жалпы осы принцип Европаға Алтын Ордадан келді. Сол құндылыққа сәйкес саған үкімет сонда кепіл береді. Бұл қағаз ақша деген сол ғой. Сонда кепіл саған береді. Қай кезде империяның қай жерінде болсаң да, осы қағазбен саған сол қағазға сәйкес ақша қайтадан береді деген кепіл. Сол идея. Сосын сақтандыру идеясы. Мемлекеттік сақтандыру. Өзбек хан кезінде, мысалы, Алтын Орда территориясында саудагерлер тонаса, оған компенсацияны үкімет береді. Мәссаған. Сол жердегі бек аналарды іздейді, қарақшыларды. Сосын солардан оны қайтадан өндеп алады. Ал енді бірақ саудагердің өзіне үкімет ол шығынын өтейді. Бұл кәдімгі мемлекеттік сақтандыру идеясы. Сосын тағы бір жаңалық, бұрын болмаған, бұл сотта мына әлеуметтік, сословиялық немесе конфессиялық айырмашылық болмады. Ол кезде бүкіл әлемде мұсылмандар жеке сот, христиандарда жеке сот, және әлеуметтік сословиялық соттар. Шаруаларды жеке сот, қолөнершілерде жеке сот, мысалы, дворяндарда жеке сот. Алтын Ордада ол да бұрын болмаған Европада. Оны өздері таңғалып жатады. Бұлар бәрі де, бектері де, кедейлері де бәрі барып бір соттасады дейді. Сонда жеке тұрған тек қана төрелер болды, төрелерді тек қана хан соттады. Ал енді қалғандардың бәрі, немесе әлгі жеке факторияларда тұрған экстерриториалдық, мысалы, Азақта Тана деген болған бір квартал әлгі итальяндықтар тұратын. Олар сол кварталдың ішінде ғана жеке олардың соты. Ал енді басқа территорияда болсаң, сен христиан бол, мұсылман бол, түрік бол, араб бол, итальяндық бол, басқа жерде бір сот, бір жерге барып, олар үшін бәрі де бірдей болды. Бір сотта қарады. Бұл принцип бұрын болмаған еш жерде. Бұрын болмаған. Тек қана ерекше тұрған төрелер болды. Олар ерекше тұрды. Олар жалпы сотқа қарамады олар. Оларда жеке тек қана хан оларды қарайды. Ал енді қалған бәрін бұл принцип ешқашан болмаған, ең алғашқы осы Алтын Ордада ол енгізілген. Кәдімгі соттың алдында бәрі де құқықтары бірдей болды, бәрі тең болды. Ол да, мысалы, мұна енді қандай тағы? Отырықшы шаруашылық біраз дамыған, оны Иосиф Барбара жазады, таңғалып жазады барғанда. Хан өзі соны бақылап жүрді дейді. Егін егеді дейді олар. Хан өзі шығып бақылайды дейді, ол егінді қарап шығады дейді, жазда қалай өсіп жатқанын. Соның жанында отырмайды дейді, бірақ аралап қарап шығады дейді. Сосын бүкіл әлгі ордасын шығарып, сол егінді орады дейді олар. Сонда өте өнімді болды деп жазады өздері. Мұна өнімділігі Италияның бидайынан жоғары деп жазады. Падуанский әлгі сорттардан жоғары деп жазады. Бір әлгі неге сам елу әлгі бір сепкен әлгі неге пұтқа 50 пұт бидай алады деп жазады, мысалы. Сол кезде. Сосын бұрын еш жерде жазылмаған жібек жібек матасын өңдеу Алтын Ордада болды. Мына біздің білетін Европадағы бізден сатып алған, Қырымнан сатып алған жібек, ол Қытайдан әкелінген жібек емес, кәдімгі Алтын Орданың өзінде өңделген жібек. Біз көбінесе сол жібек жолымен Қытайдан әкелді деп есептейміз ғой, бірақ ол тек қана түрік заманында болды. Алтын Ордада олар өздерінің сол Қырым,
оңтүстік Ресей, қазіргі солтүстік Кавказ, сол жерде кәдімгі өздерінің жібек өңдеу өнеркәсібін сол кезде 14 ғасырда ашты, сол қалаларда, үлкен қалаларда. Сондықтан Европадағы жібектің негізгі сол көлемі ол Алтын Орданың жібегі, Қытайдың емес. Бақша, оның бәрі де болды. Балық аулау. Қызық бір фактын айтайын, сарайшыққа жазда ана деректе бар. Ақсүйектер дейді, сарайдан жазда сарайшыққа барады дейді. Сондай кішкентай қалашығы бар дейді. Соған барып, жазда барып балық аулайды дейді. Дачаға барғандай ғой, саябаққа барғандай. Бұл қалалардың кейбір қалалар кәдімгі ана Алтын Орда хандары, Жошылықтың хандары, олар өздерінің көшпелі екенін кәдімгі демонстративті түрде көрсетіп тұрды. Оларға көшуге мысалы қажеттілік болған жоқ. Бірақ олар бәрібір қыста астанасында отырады да жазда көшіп кететін болды. Кәдімгі бүкіл әлгі ордасымен, сол араб жазушылар жазады, бүкіл ордасымен көтеріледі, көшіп кетеді дейді. Солай көшіп жүреді дейді. Жазғы сол әлгі қоныстанған жерде мысалы Гүлістан Әл-Жадид деген қала пайда болды. Сол жерде барып жазда тұрады ғой. Сол жерге бүкіл әлгі саудагерлер келеді, қолөнершілер келеді, соның жан-жағында не салады әлгі өздерінің. Сол жерде кәдімгі Гүлістан Әл-Жадид деген, жаңа Гүлістан деген сөз ғой. Гүлістан деген гүл бағы, раушан бағы деген сөз. Гүл деген ол кезде раушан. Гүлістан деген раушан бағы деген, жаңа раушан бағы деген сөз ғой. Сол Гүлістан Әл-Жадид деген қала пайда болды. Сосын әлгі сарайшыққа көшіп барады кейбір кезде. Оны кіші сарай, сарайшық деген кіші сарай деген сөз ғой енді. Сол сарайшық қаласы пайда болды солай. Ханның әлгі қоныстанған жерлері ғой. Қыстақтары, жайлаулары сол өзінің. Әрбір сол ұлыс билеушінің сондай өзінің маршруты болды. Мына Алтын Орда хандары сол әлгі Еділде отырады, сосын кейбір кезде солтүстік Кавказға көшіп кетеді. Ол жерде үлкен қалалар пайда бола бастады. Бұл кәдімгі үлкен қалалар, олардың бірақ бір айырмашылығы әлгі қорғандар болған жоқ. Сосын ішкі структурасы да кішкене басқаша. Біздің классикалық Түркістанның қалаларынан айырмашылықтар көп. Бізде классикалық орталық болу керек, бір бекініс. Оның сосын рабаттар жан-жағы. Отырар сияқты мысалы. Қазір қазып жатырмыз ғой. Көрініп тұр өзі орталық, жан-жағы рабат. Алтын Орданың қалалары олай пайда болған жоқ, оларда бір орталық бекініс болған жоқ. Себебі олар ешкімнен қорыққан жоқ. Оларға қорғаныс керек емес, оларға келетін жау жоқ о жерге дейін. Сондықтан оларда сондай жеке-жеке әлгі сондай әлгі нелер, усадьбалар жеке-жеке. Араларында кейбір кезде үлкен әлгі қашықтық бар. Сондықтан қалалар бір 10 шақты шақырым жерге сондай кең неге орналасқан. Бір әлгі орыстардың түсірген киносы бар ғой әлгі. Алтын Орда ма қалай еді әлгі? Орда, Сол жерде бір әлгі не салды ғой, бір макет қала. Ол кәдімгі әлгі кір балшық болып атқан ба? Кір балшық, сосын сырты не әлгі қабырғасы сол әлгі неден жасалған. Ондай болған жоқ. Ол кәдімгі мына қазіргі қалалар сияқты бір несі шекарасы жоқ ол қаланың. Келе жатасың, сосын бір не бастайды, екінші жақтан бақ, не сондай әлгі бақшалар, солай қалаға кіріп кетесің, сосын нелер, медреселер, мешіттер, базарлар солай. Арасында сол үйлер, сосын элитаның сарайлары жеке-жеке солай тұрған. Қалалар сондай болды. Бекіністер болды, бірақ бекіністер көбінесе шекарада. Мысалы, Қызылтұра деген Сібірде. Ертіс бойында Қызылтұра деген қала бар. Оның қаланың өзін біз қай жерде болған білмейміз, бірақ орыс жылнамаларында оның суреті қалды. Соған қарағанда 3 қатар қабырғасы болды, кәдімгі бекініс. 3 қатар. Бірақ ішінде қала деген қала жоқ, ішінде киіз үйлер тұр. Қаланың ішінде. Мына даланың несі, Бозоқта бізде сондай ғой, мысалы.
сыртқы несі бекінісі бар, ішінде ештеме жоқ, солай кигіздей қойып тұрған Таза қорғаныс бекініс. қорғаныс бекінісі. Шекарада сондай болды. Мына Дербент қаласы мысалы, ол кәдімгі бекініс болды. Ана Әзербайжанмен шекара ғой. Шекарада сондай бекіністер болды. Ал енді орталықта қалалар сондай болды. Бір жағынан сондықтан оларды кезінде мына іздеп тауып қазуда қиын болды. Себебі түсініксіз қай жерде қала, қай жерде не, қай жерден басталады, бір нақты бір қорғаныс қабырғасы жоқ. Сондықтан оны кейін ғана осы іздей тауып нете бастады, қаза бастады. Күшті. Көп рахмет сізге, Еркін аға. Тамаша әңгімеңізге, уақыт бөліп келгеніңізге мың алғыс. Құрметті көрермен, міндетті түрде пікіріңізді бөлісіп, осы видеомыз ұнаса сілтемесін басқа парақшаларыңызда жариялап, лайк қоя отырыңыз. Келесі бағдарламаларда кездескенше.